Так, аудио және бейне жазылым жүруде. Жанбол Рахматулла, аты жөнін ескертіп қойын, өзіңіз таныстырып өтсеңіз, айып өтпесеңіз. Не үшін, не себеппен? Мен айтып тұрмын, сіздер маған хабарлама жібермей жатсыздар деп сотқа шақырып. Жіберілген сізге, алайда бірақ қазір тыңда мен көрсетейін десем, төрелік ақпараттық. Сіздің интернетіңіз жоқ қой, интернетіңіз жоқ қой. Қазіргі таңда мына қарасаңыз, сіз база істемейді деп тұрсыз қой, интернет па? Мен программистпін да. Интернетпен бірге жұмыс жүріп. Дұрыс қой, базаңыз істеп тұр, демек интернетіңіз істемей тұр ғой. Мынау алдын ала тағайындалған, мысалға бұл ақпараттық жүйесі, аудио бейне жазба жүргізілетін да, төбеде. Түсіндім. Ол алдын ала тағайындалып қойған, өткен 9 күн тағайындалып қойғанда, сізге хабарлама жіберілген. Жіберілмеген. Дәлелдемеңіз бар ма? Индираға, мен сізге қазір мынау ашпай жатқаннан кейін, мысалға төрелік ақпараттық жүйесі, қазір таңда тұрғым басам ашпай жатыр. Жоқ, интернетті қоссаңызшы енді. Интернет мен қолымда емес қой, подключение, переподключение жасап жатыр программистер, ол мен қолымда мынандай сияқты емес қой, біз сияқты мындай бүйтіп. Жоқ, режим модема бірдеңе қоса салмайсыздар ма? Там істеңіз сіз өзіңіз, неңіз. Жоқ, біреудің мүлкінде неңіз бар ғой. Не провоцировать етіп тұрсыз біреудің мүлкіне тиісуге, соттың мүлкіне тиісуге. Мемлекеттік қой дұрыс қой. Сіз подключение жасаңыз. Жоқ, сіз жібердіңіз ба маған? Міндетті түрде жібердім. Бір WhatsApp-тан ба бір хат жібердіңіз ба? Бүгін сот отырысы болады деп. WhatsApp-ыңызға аудио, видео жазбап, мен сізге WhatsApp-ыңызға. Жоқ, телефоныңыздан жібердіңіз ба өзіңіз? Опты, базаңыз істемесе. Мен жекеменшік телефон бұл. Жіберген жоқсыз, иә? Базаңыз істемей тұр екен, телефонмен де звондаған жоқсыз. Дұрыс па? Кім? Жанбол мырза, мынау телефон мен жекеменшігім. Түсіндім. Енді база істемей тұрса, хабарлауға болатын шығар, сіздің тағдырыңыз шешілген деп жатыр. Күнәр болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Рахматулла. Өздеріңіз байқағандай, бүгін тағы да сот отырысы өтті, яғни 16 қазан күні. Тағы да мені шақырмады, менің шақыруымсыз сот отырысын 12-15-ке тағайындапты. Бірінші баптар бойынша, одан кейін менсіз тез 15 минуттың ішінде бітіріп, келесі бапқа өтеміз деп 12:30-ға екінші бап бойынша сот отырысын белгілепті. Алайда мен шақырусыз тағы да барып, жоспарларын бұзып, жаңағы бірінші сот отырысын өзін аяқтатпадым. Дәлелдемелер жоқ болған соң, тағы да куәгерлер дәлелдемелер іздеуге тағы да үзіліс жариялап, кейінгі күнге қалдырылды. Мені шақырмай, сот менің үстімнен іс жүргізіп, менсіз бір жақты етіп, сот отырыстарын жаңағыдай дайындаған 12-15-ке біреуін 12:30-ға, яғни 15 минуттан кейін тез шешіп тастап, екеуі бойынша да айыпты жереміз деп жоспарлаған, бірақ ол жоспарлар іске аспады. Бұл мәселемен толыққан таныс емес кісілерге айтып өтейін. Менің үстімнен облыстық сот төрағасы Тұрысбек Миятбековтің машинасын түсіргеннен кейін іс қозғалған болатын, жала жауып жатыр қазіргі таңда. Сіз кімнің жүргізушісі? Сот төрағасында сонда? Сот төрағасы. Көрсетсеңізші құжатыңызды. Құжатыңыз жоқ па? Жол көлік оқиғасын жасап, орнынан кетіп қалды дейді. Яғни Яндекс таксиде жүрген кезімде бір жолаушыны отырғызып, маған соның аяғын басты деп жала жауып, және де сол орнынан кетіп қалды деп жала жауып отыр қазір. Бұл мәселе бойынша бір сот отырысы болған болатын. Алдыңғы аптада ол сот отырысында арызданушы Индира Карибай екі аяғымды басқан деп жазғызды деп айтты. Оны қазір тыңдайсыздар өздеріңіз. Полиция оған арыз жазбаймын десе де арыз жазғызған деп айтты. Мен отыратын жер бар екен да, сол ағайлар келді. Сосын мен аға керек емес, аяғым ештеңе болған жоқ қой деп, жоқ болмайды деп, соны скорый шақырып сонда неңізді анықтауымыз деді. Түнгі 3-ге дейін маманы шақырдым, үйлеріне шақырдым, полицияда болдым. Жаңағыдай екі аяқты басу мүмкін емес болғандықтан, ол кішкене логикаға, адамның миына қонарлық сиятындай жағдай айтып, бір аяғымды басты деген болатын. Мен бір аяғым басқан болсам егер дейін да, басқан болсам егер, дейшін онда сот сараптама орталығы екі аяғынан бірдей жарақат табады деп айтқан болатын. Соған сүйене отырып, сот сараптама орталығынан жаңағы Таткенов деген сарапшымақты шақыртып, яғни бүгін онлайн қатысты. Не үшін олай болды десе, жаңағыдай арызданушымызды оқытып қойған ғой өткеннен бері. Сен өзіміздің қойған жоспардан рельстен артыққа кетпе, өзің ешқандай инициатива танытпа дегенде етіп оқытып қойыпты. Бұл жолы өткенде қателесіп айттым, қорқып айттым, үйтіп айттым, бүйтіп айттым. Екі аяғымды басқан дейді. Өзінің жаңағыдай логика қонарлықтай жағдайынан ауытқуға тура келіп, жаңағыдай қайттан екі аяғымды басты деп тұр ғой.
сот сараптамасының қорытындысы енді жаңағы екі аяғын басқан болып, жаңағы 2,3 мм, 3,3 мм етіп жаңағыдай жарақат тауып, мен жаңағы соттағылар келіп отыр енді. Сот сараптамасына өткенде аяғымды тексерді. Екі аяғыңызды да тексерді ме? Иә. Екі аяғыңыз жарақат анықтады ма? Жоқ, бір аяғымда ғой. Енді ешқандай дәлелі жоқ, қолында смартфон, яғни сенсорный телефон тұрып, аудио жазбаған, видео жазбаған, тиктокқа не бар бәлекет, жаңағын бәріне қазіргі жастар шығады ғой. Мына мені бүйтіп жатыр деп. Ондай ешқандай жасамаған, өйткені ондай менің тарапымнан ешқандай заң бұзушылық болмаған, оған дәлелдеме ұсыналмағаннан кейін тек қана жаңағы бір адамның арызданушының сөзіне ғана сүйеніп, осындай сот жүріп жатыр. Енді бүгін жаңағы айтып өткенімдей, сот сараптамасының қорытындысына сай етіп, жаңағы Индира Гарибай өзін сөздерін соған лайықты етіп айтты бүгін. Я, екі аяғымды басты дейді, екі аяқты басу басқа қонарлықтай жағдай емес, екі аяғын бірден басатын болсам, оның аяғын езіп кету керек едім, алайда оның аяғынан 3,5 мм жарақат тауып тұр ғой. Оның суреті де жоқ, әлі дәлелдемелерінде ұсына алмай жатыр, сот сараптамасы болсын, қайсысы болса да. Енді жаңағы полиция пункті болған дейді, жаңағы Индира Гарибай менттер дейді ғой, менттер отырып жүгіріп келіп, солар арыз жазғысы деп еді ғой, соларды енді куәгер ретінде шақырмақшы келесі сот отырысына. Енді полиция жаңағыдай сайрап, мені айыпты етіп тануға, жаңағыдай сот сараптамасы бар, полициясы бар, бәрі жаңағы куәгер етіп, көп етіп мен жабуға тырысып бағуда барынша. Алдында айтқанымдай, ұзынқұлақтардың хабар бойынша, бұл үстімнен қазір жүріп жатқан істер бойынша мені айыпты деп таныған соң, Индира Гарибай, яғни қазіргі арызданушы, менің үстімнен жеке тағы да шағым арыз жазып, моральда, материалда, жаңағы психологиялық залал шығындарымды өтеп берсін деп тағы да арыз жазады. Бүгін тағы да сот отырысында Индира Гарибайдың аузынан өзінен шықты, өз аузынан шықты. Менің жаңағыдай ол жайлы ақпарат шығарып жатқаным интернетке сол бойынша тағы да шағымданбақ екен. Индираға және де оның жаңағы кеңес беріп жүрген күштік құрылымдар, полициядан болсын, соттан болсын, әртүрлі кеңес беріп жүрген, жастық қойып жүрген адамдарына айтарым, конституция бар бізде. Қаншалықты черновик ретінде пайдаланса да, онда 20-шы бап сол күйінде тұр. 20-шы баптың 1-ші бөлігінде сөз еркіндігі мен шығармашылық еркіндігіне кепілдік беріледі. Цензураға тыйым салынады делінген. 2-ші бөлігінде әркім заңмен тыйым салынбаған жолымен кез келген ақпаратқа қол жеткізуіне мүмкіндігі бар, және сол ақпаратпен бөлісуге құқығы бар делінген. Яғни Индира Гарибай, мен сіз жайлы ақпаратты Google-дан, яғни іздеуіштен, әлемдік ашық іздеуіштен іздедім. Аты жөніңіз жаздым, болды. Ол Инстаграмға алып келді. Инстаграм парақшаңыз жабық аккаунт емес, құлттанып тұрған жоқ, ашық аккаунт. Ол жақта нөміріңізде тұр, суреттеріңізде, видеоңызда бәрін әлемге айғара ашық етіп, өзіңіз жариялап қойғансыз. Яғни мен ақпаратты ашық жолдан алдым және жарияладым. Ол менің құқығым. Сізде мен жайлы ақпаратты алып, ашық жолдардан ашық жолмен жариялауға мен сізге тыйым саламаймын. Сондықтан ондай бір жала жабу алдында кішкене ойластыру керек. Мына істеріңізде де бір дәлел жоқ. Қазіргі таңға бар ақпарат осындай болып тұр. Рахмет ақпараттық қолдау, рухани демеу беріп жатқандарыңызға, көрермендеріме, халқыма. Қаржылай қолдау көрсетем дегендер де бар екен. Оларға Каспий сол бұрынғы 77 199 1991 алғысым шексіз, алайда ешбіріңіз міндетті емессіздер мен қаржылай қолдауға, бірақ қолдаймын десеңіздер, өз еріктеріңізге, ешкім сіздерді міндеттемейді деп тағы да бір ескертіп өткім келеді. Рахмет, байланыста боламыз. Жамбыл Рахматулла аты жөнім.